Бұқар-Жырау ауданындағы Ботақара кентіндегі Қазақстандағы ең зәулім ескерткіштердің бірінің алдында тұрмыз. Ол Бұқар-Жырау бабамызға орнатылған ескерткіш елдің еңсесін көтеріп тұратын, рухын асқақтап тұратын осы ескерткіш біздің бабаларымыздың мұрасын, бабаларымыздың асқақ рухын ұрпаққа ұмытпау үшін, олардың бар қалдырып кеткен асыл мұрасын үлгі өнеге қылу үшін тұрған дүние. Сол 12-ші жылы біз осы орынды белгілеп, Бұқар бабаға арналған мынау ескерткіштің, үлкен ескерткіштің негізін қалауды бастадық. 14-ші жылы мынау алдарыңызда жаңағындай осы ескерткішті орнатылды. Енді әрбір ауылда, әрбір елді мекенде өзі мына бір бас иетін тағзым ететін жер болу керек. Сол біздің бір осы бас иетін тағзым ететін жеріміз осы. Мінекей даңқ алаңы. Мына жағыңызда ыңғай біздің ғалымдар осы күнге дейін жалпы адамзатқа еңбегі әлі күнге дейін сіңіп жатқан ғалымдарымыз мысалы осы жерден шыққан. Мына жақта мысалы біздің қазақты қорғаған, қазақты қазақ еткен мінекей батырларымыз тұр. Осылардың алдында біз басымыз дейіп, біз үлкендер осыны жасасақ, осыны кейінгі ұрпақ жастар көреді, осыларға деген ол кісілердің де ойы түзу, әрі қарай тәрбиесі түзу болады деген ниет қой біздікі.